Әсерлі әңгімелер арнасына қош келдіңіз, оқырман. Бүгін де сіздерді екі әсерлі әңгімемен қуантатын боламыз. Бірінші әңгіме. Кесір келін. Жақсы тыңдалым болсын. Баян үйдің үлкені, қыздан жалғыз, содан ба, санасынан ба тым ерке болды. Үйде соның айтқаны заң, оның қаламаған дүниесі жасалмау керек. Қыз өскен сайын еркеліктің үстіне қоспаса азайтпады. Ата-анасы да қыз қонақ деп бетінен қақпады. Баяннан кейінгі екі інісі де жетісіп тұрған жоқ. Әкесін бектен алып шешесінің сөзін бөліп отырады. Баян 9-шы сыныпта аяқтап қалаға оқуға түсіп кетті. Сабаққа аса зейіні болмағандықтан ұлттық бірыңғай тестілеуден өте алмай қалудан қорықты. Оқуға түсті деген аты болмаса, алғашқы жылы көбінесе ауылда болды. Кейін қайнаған қала тіршілігіне араласып, ауылға сирек жол тартатын болды. Онда да ата-анасының басына сор болып жиған терген малының берекесін кетірді. Әр жолы ананы мынаны сылтауратып ақша салдырып тұратын. Әр сессияны жабуда ақша, пәтер ақысын төлейді, одан қала берді, қыдырат, неше түрлі соңғы үлгідегі киімдерді алады. Баян қыз ойнақтап жүріп, бір ортадан Серік есімді жігітпен танысты. Ол да Баян секілді ұзын бойлы еді. Ортасы бір, талғамы бір, ұшқалақ екі жас тез тіл табысып кетті. Бір ұрысып айырылып, бір татуласып қосылып жүріп, екеуі үйленуге шешім қабылдады. Ата-аналары да қарсы болған жоқ. Серік бала кезде басынан қатты соққы алған екен. Соның салдарынан басы жиі ауырады. Сондықтан оған ашулануға болмайды екен. Баласының көңіліне қаяу салуға қорқатын ата-анасы ертерек той қамына кірісіп кетті. Жігіттің анасы көк көздері от шашып тұрғандай әсер қалдыратын адуынды әйел болатын. Ал әкесі бас көз демей аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып жататын бейауыз еркек. Өзі де шолжаң өскен Баян мына үйге іздегенге сұраған болып дөп келді. Серіктің анасы қымбаттан Баян түгілі, оның анасы Айжамал қорқатын. Қазақы салтқа сай барлық жоралғы жасалып болған соң, жастар қалыпты өмірге оралды. Енді керемет алып ұшқан сезім артта қалып, күнделікті күйбең тіршілік басталды. Бұлар қалаға жақын орналасқан ауылда тұратын. Ең басты мәселе Баянның оқуға барып келуі болды. Шолжаң өскен күйеуі ерте тұрғысы келмейді. Баян оқудан кешігетінін айтып безек қағады. Содан екеуінің бітпейтін ырылы басталады. Балам, ерте тұрып келінді апарып сал дейтін ата ене жоқ. Осы шөп желкенің оқығаны міндет болды. Бірдеңені қатыратын адам құсап, кете бермейді ме автобуспен? Қалаға тиіп тұрған жерде отырып кергейді. Анау ит байласа тұрмайтын ауылда өскені есінде жоқ ау деп кіжінеді енесі. Әкесі мойнына көтеріп, шешесі жұмсамай әбден естіртіп жіберген. Солардың ғана қызы жалғыз сияқты. Не қойды ұқпайды, не тәрбиеге көнбейді. Бетімен кеткен, деп әрі қарай бұлапыт сөздерді қарша боратады қайнатасы да. Осының бәрі Баянның жақсы жағына өзгеруіне еш себеп болмады. Керісінше өршіп кетті. Күйеуі оқуға алып бармаса, ол да оқуына бармай қоя салатын. Келін едім-ау деп, үй тірлігіне көмектесуге де шықпай қоятын. Ата-анасы алған келіншегіне разы емес екенін Серік те көріп жүр. Бұл ұрыстың ушығуын одан әрі тездетті. Сабыр мен ақыл үйретер күйеуге де тәрбие жоқ, оны тыңдай қояр салиқалы жар да жоқ. Бұдан кейін олар мәселені төбелеспен шешетін болды. Тілін безеп көгеріп алатын келіншегін Серік төмпештей жөнеледі. Қыз сияқты емес, ер бала секілді өскен Баян да қайтпайды. Олардың айқайына ата енесі қосылады. Сонымен бұл үйдің берекесі әбден қашты. Әй жетпегірлер, басымызға сор болып біттіңдер ғой. Бөлек шығып жанымызға тыныштық беріңдер. Не ажырасып тыныңдар деп байбалам салады енесі. Бөлек шықпаймын, мен сіздерді тастап, дейді ұлы. Сен мені қай бір уайымдап отыр едің? Аштан өлемін деп қорқатын шығарсың деп кекетті шешесі. Дені дұрыс адам бұлардың ұрысына қарап отыру мүмкін емес болатын. Кейде қыздың анасын да шақыртып, оны жөнге салуды сұрайтын. Айжамал құдағиынан қорққаннан Баянға тоқтап айтқан болады. Кішкентайында бермеген тәрбиесі енді сіңе ме? Көкбет қызы анасымен ұрса жөнеледі. Үлкендер бір-бірімен алысып, итжығыспен жүргенде кішкентай ғана періште балапан өмірге келді. Балапан әжесінің аузынан түскендей, оның дүниеге келуі сәл болса да, үйге тыныштық орнатқандай болды. Бәрі соның асты үстіне түсіп әуре. Қыз 2 жасқа толғанда екінші перзенті өмірге келді. Бұл ұл бала болды.
Содан кейін Серік пен Баян 5-6 жыл қалыпты өмір сүре бастады. Тек 3-ші перзенті дүние есігін ашқанда Серік ащы судан ұрттайтынды шығарды. Алғашында қуаныштан ішеді ғой деп мән бермеген үй іші енді оны игере алмай әлекке түсті. Ел қатарлы жұмыс жасап отбасын асырап жүрген Серікті түлен түртті. 3 баласымен жары жайына қалып, ащы судың соңында кетті. Баянды да жиі ұратын болды. Оны тоқтатамын деген әкесіне де қолы тиіп кеткен кездері болды. Серіктің желігі мұнысымен басылған жоқ. Ол қыдырыстап жүріп, ажырасқан келіншекпен әуей болыпты. Онысы Баянға телефон соғып барлығын жайып салыпты. Ол туралы күйеуімен сөйлесіп көрмек болып еді, Серік ештеңе де жасырған жоқ. Барлығы рас екенін айтып қарап отыр. Тіпті кейде апталап соның үйіне қонып жататын әдет тапты. Келіншек одан әрі шыдай алмай анасын шақырып, заттарын жинап, балаларын алып кетіп қалды. Әкесі мамандығы бойынша жұмысқа орналастырды. Баянның жүйкесі тыныш деген аты болмаса, жаманда болса өз үйін сағынатын. Оған күйеуіне ынсап бермесе шара не? Балалар да ата-әжесін қатты сағынатын. Олар да жиі телефон соғып, немерелерін көріп жылап қалатын. Арада 6 ай өткенде Серік ақылға келіп, Баянның артынан келді. Ата-енесінен кешірім сұрап, отбасын алып кетті. Бар жоғы 2 айдан кейін бұрынғы ұрыс қайта басталды. Баян бірнеше рет төркініне кетіп қалды. Бірде күйеуі, бірде енесі алып келеді, кейде өзі қайтып келеді. Тек Серік арағын қояр емес. Онымен арпалысып жүргенде Баян аяғы ауыр екенін кештеу білді. Ауруханаға барып тексеруден өткенде құрсағына егіз шарана біткенін білді. Отбасындағы мынадай тоқырау кезінде аяғы ауырлап қалғанына өкінді. Бір жағы күйеуінің тура жолға түсуіне осы балалар себепкер болар деп те үміттенді. Уақыты жетіп, Баян аман-есен аяқ қолын бауырына алды. Өмірге егіз ұл алып келді. Барлығы мәз-мейрам. Алайда бұл қуаныш та ұзаққа созылмады. Егіз ұлдың екеуі де ерекше балалар болып шықты. Аяқ қолдарын қозғай алмайды, денесі бос жата береді. Өз үйінде қиындық көрмеген Баян соңғы жылдары күйеуінен әбден шаршап еді. Енді 2 баланы бағып тіпті тозып кетті. Сен төркініне қашып жүріп, ауру бала таптың. Кімнен тудың? Менен мұндай бала тумауы керек деп Баянға жұдырығала жүгіреді. Тұрмыстың шеңгелі жанына қадалып, әбден шаршаған Баян тағы да төркініне кетіп қалды. Бұл жолы сот арқылы ажырасуға арыз берді. Серік те ажырасуға келсе кетті. Тек сот арада кәмелеттік жасқа толмаған балалар бар екенін ескеріп, ажырасу уақытын соза берді. Баян соңғы рет қайтып келгенде інісі үйленген болатын. Бір ұлы бар. Қайын жұртында жүйкесі тозған Баян ол жақтағы жағымсыз аураны мына жаққа ала келгендей еді. Оның осы өмірде бақытсыз болғанына келін кінәлі секілді. Келінінің әр тірлігінен мін іздеп қырғидай тиеді. Менің балама жекіп сөйледі, жақтырмай жатыр. Менің қызымның киімін жуып бермей қойды. Шайды тырысып құйып отыр. Кешкі асқа мен сұраған тамақты жасамады. Үй жиналмағанына 1 апта болды деген секілді сылтауларымен келінді інісіне жамандап, айдап салып отырды. Бір айтады, 2 айтады. Алғашқы кезде әйеліне жай ескерту айтып қоятын. Тамшы тас деседі. Ылғи ызыңдап отырған соң, ол енді келіншегін шыңғыртып тұрып, ұрып тастайтын болды. Ол бейшара көгерген денесін әрең сүйреп жүргенде қиын жұмыстар тапсыратын. Келінінің қиналғанын көріп айызы қанатын. Егер Баян бақытсыз болса, бүкіл дүние барша әйел қауымы бақытсыз болу керек сияқты. Інісі келіншегіне қарап жымиса болды, бір ұрыс шығатын. Келінінің әр қадамын аңдып жүргенде егіз ұлдың бірі шетінеп кетті. Баян күйеуіне хабарласып еді, ол келуден бас тартты. Амал жоқ, баланы өздері жерледі. Келіннің өмірі тозаққа айналып, Баянның айызы қанып жүргенде арада жыл өтті. Сыңары кеткен соң егіздің бірі де нашарлап жүреді. Ақыры ол да көз жұмды. Баян қайын жұртына хабарласты. Бұл жолы қайын атасы келетінін айтты. Уәде еткендей, түс ауа атасы 1-2 кісі ертіп келді. Немересінен бас тартпайтынын айтып, оны өздері жаққа апарып жерлейтінін жеткізді. Баянды да өздерімен ала кетті. Бірақ бала шағасы үйде қалды. Олар ауылдан шығып кеткен соң, көптен кейін көліктен ақау шығып жол апатына ұшырады. Бір көліктегі толы адам тардай шашылып жатты. Бірі ес-түссіз жатса, екіншісі шала жансар күйде. Оны бұлардың соңынан ере шыққан Баянның інісі көрді. Жедел жәрдем шақырып қалалық ауруханаға барлығын жеткізді.
Баянның аяқ қолы бірнеше жерден сынған. Атасы хәл үстінде жатыр екен. Сондай жағдай болғанын ести тұра күйеуі артынан ауруханаға іздеп те келмеді. Ол барлық келеңсіз сорақы жағдайлар үшін Баян айыпты деп есептейді. Қайынатасы көп уақыт өз-өзіне келе алмады. Тек демалу құрылғылары арқылы тыныс алып жан сақтау бөлімінде жатты. Ал Баяндың өздігінен отырып тұруы мүмкін емес еді. Сондықтан ол да аурухана төсегіне таңылып ұзақ жатты. Баянның келіні қайын әпкесі әбден мазасын алғанда оның ертерек осы үйден кетуін Құдайдан сұрап жылайтын. Бірақ оны дәл осындай қиын жағдайға түседі деп еш ойламапты. Баянның қазіргі мүшкіл халіне қуанат десек өтірік болар еді. Алайда сонша азап көрсеткен адамына жаны ашыды деуде бекер. Баянның қайынатасы есін көп уақыт өткенде әрең жиды. Жасы келген кісінің ауыр бас сүйегі жарақатымен күресуі қиын болыпты. Қайта көрер жарығы бар екен. Ал Баянды осы уақытқа дейін бөлек тұрған, ешқандай дыбысы білінбейтін, ешкімге зияны жоқ туған абысыны ауруханадан өз үйіне алып кетті. Оның аяғына нық тұрып кетуіне бар күшін салып емдеп шықты. Өздерінің шағын әулетінде өзара кеңесіп, Серік пен Баянды қайта қосты. Балалар өз үйлеріне оралғанына дән риза. Бақыт үшін күресте олар көп жеңілді, көп нәрсе жоғалтты. Оның ішінде жақындары да бар. Олардың көрген қиындықтары бұйрық па, әлде қиын мінездің кесірі ме? Мінезің тағдырың деп жатады ғой. Артық бірдеңе деуде қиын. Бастысы, осыдан кейін өсіп қалған балаларды жаутаңдатпай, бақытты болса деп тілейміз. Әңгіменің соңы. Құрметті оқырман, екінші әңгімемізді бастаймыз. Жарым мен балаларымды бір күнде жерледім. Жақсы тыңдалым болсын. Адам өмірге келгенде тағдыр тақтасы жазылып қояды деп жатады ғой. Менің маңдайыма ата-анадан ерте айырылып жетімдер үйінде өсу жазылған екен. Анам электр тоғына жалғанатын шәйнекті қосып жатып ток соғыпты. Әкем анамды құтқарамын деп тартқанда бірге көз жұмған екен. Әжем кәрі болғандықтан мені жетімдер үйіне алып кеткен екен. Мен әке-шешемді білмеймін де өте кішкентай болыппын. Олар туралы айтып беретін әжем де өмірден өтіп кеткен. Жүрегімде ата-анаға деген сағыныш мәңгі сақталған. Жұрт жетімдер үйінде өскен балалар қатыгез болады деп жатады ғой. Біздің жүрегіміз қатайып кеткенімен адамгершілігіміз жоғары болады. Біз жақсылықты ұмытпаймыз және адамның қадірін білеміз. Әлсіздерді қорғаштап жүреміз. Мен ол кезде 5-ақ жастамын. Түскі уақыттан кейін жетімдер үйінің меңгерушісі бір кішкентай қызды қолынан жетелеп ертіп келді. Балалар, мұнда қараңдар, мына қыздың аты Сәния. Бүгіннен бастап бізбен тұратын болады деді. Сәния бойы кішкентай ғана, қою көзді, бұйра қоңыр шаштары бетіне түсіп тұратын сүйкімді қыз болатын. Жасы небәрі 3-те. Ата-анасы жол апатынан көз жұмған екен. Басқа ешкімі жоқ болғандықтан осында әкелген екен. Ол мөлдіреген көздерімен жан-жаққа үрке қарайды. Мен оған жаным ашып кетті. Сәнияның кішкентай ғана қолдарынан жетелеп ойын алаңына алып келдім. Қыздың қуанышында шек жоқ, бірақ оның соншалықты кішкентай екеніне қарамастан көзіндегі мұңы терең болатын. Сол күннен бастап мен Сәнияны қасымнан шығармайтын болдым. Оны қарындасым секілді қорғаштап жүретін болдым. Сол қамқорлығым ер жеткен соң үлкен махаббат сезіміне ұласты. Кәмелеттік жасқа толған соң ол жерден кетіп оқуға түстік. Сәния менен 2 жыл кеш аяқтады. Мен де Сәния да медициналық институтқа оқуға түстік. Грантта оқығандықтан шәкіртақы алатынбыз, жатақханада тұрдық. 7 жылдан кейін мен диплом алып жұмысқа орналастым. Сәния екеуміз сол жылдарда да ажырамас жұп болдық. Бірақ мен қыздың қалауымен үйленуге асықтырмадым. Сәнияның арманы мықты нейрохирург болу еді. Өмір мен өлімнің арасында жатқан науқастардың жанын аман алып қалу үшін бар жанын салатындай жиі айтатын. Ал ертерек үйленетін болсақ, балалы болып жатсақ, оқуы аяқсыз қалады ма деп қорқатын. Мен жұмыспен Сәния оқумен алысып жүргенде 2 жыл өте шықты. 5-6 досымызды жинап екеуміз неке қидырып, заңды неке куәлігін алдық. Сәния да көп ұзамай-ақ жұмысқа орналасты. Оның өз ісінің нағыз маманы екенін көрген аурухана меңгерушісі өзі шақыртып алған. Үйленгеннен кейін 1,5 жыл өткенде үлкен ұлымыз дүниеге келді. Ұлымыз 2 жастан асқанда Сәния екеуміз Мәскеу қаласына білімімізді жетілдіруге кеттік. Оқу аяқталған соң сол жақта қалып, жұмыс Мәскеуде 2-ші ұлымыз дүниеге келді.
Ол жасқа толғанда елге қайтуға шешім қабылдадық. Қазақстанға келген соң біз мықты деген нейрохирург мамандар ретінде таныла бастадық. Осы жақта үшінші баламыз, яғни қызымыз туылды. Араға 5 жыл салып, кенже ұлымыз өмірге келді. Сәниям, жан-жарым жұмысын қатар алып жүріп, маған 4 перзент сыйлады. Екеуміз отасқан жылдарда бетіме келіп сөйлеген емес. Қашанда сіз деп сызылып тұратын байсалды жан. Алланың сондай салихалы жар бергеніне шүкіршілік ететін едім. Тәжірибемізді шыңдау мақсатында Өзбекстанға да барып жұмыс жасадық. Ол жақта да 2-3 жыл болып отанымызға оралдық. Сәния екеуміздің бірігіп жұмыс жасағанымыздың арқасында қаланың ортасынан 4 бөлмелі пәтер алдық. Шетелдік көлік міндім, балаларымызға сапалы білім беретін оқу орындарын таңдадық. Қанша биікке көтеріліп жатсақ та, жарым екеуміз қайдан шыққанымызды ұмытпай, жетімдер үйіне барып тұратынбыз. Ол қыздарымыздың қазақ тілінде таза сөйлеуін қадағалап, соны талап ететінбіз. Сәния екеуміз белгілі нейрохирург болған соң, жеке консультация сұрайтындар да көп болатын. Жеке клиника ашу туралы мүлдем ойламаған екенбіз. Бір күні телефоныма қоңырау келді. Түсінуімше, ұлты өзбек бауырымыз әкесіне ота жасатпақ екен. Мида ісік пайда болған, ал әкесі 80-ге келіп қалған кісі болғандықтан басқа дәрігерлер үзілді кесілді бас тартып отыр екен. Мен де оған әкесінің ота үстелінен оянбай қалуы мүмкін екенін ескерттім. Ол келісті. Сонда да заңды түрде қолхат дайындап, қол қойдырып алдым. Ота 9 сағатқа созылды. Құдайдың құдіретімен атамыздың отасы сәтті шықты. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Не сұрасаңыз да берейін, бар жағдайыңызды жасайын деп жатыр олы. Қымбат көлігінен ақ оның бақуатты тұратынын аңғару қиын емес. Көрер жарығы бар болған ғой, ештеңе керек емес дедік Сәния екеуміз. Осы секілді көптеген адамдардың алғысына бөленіп өмір өтіп жатты. Бірде Астанадан Сәнияға президенттен шақырту келді. 4 баламызды да шақырыпты. Ол кезде біз Шымкент қаласында тұратын едік. Президенттен шақыру келді деген соң балалар да риза еді. Мен сол күні шұғыл ота жасайтын болғандықтан бара алмадым. Жарым мен балаларыма такси тауып беріп, қоштасып қала бердім. Оларды жақсы көретінімді, сағына күтетінімді айттым. Ерке қызымды иіскеп сүйдім. Жарым Сәнияға оның өте сұлу екенін, бөтен көзден қызғанатынымды айттым. Ол әдеттегі байсалды қалпында жымиып, жылы қоштасты. Олар кеткен соң мен ота жасау бөлмесіне кіріп кеттім. Басқа әсіресе миға ота жасау оңай емес, сондықтан ондай оталар бірнеше сағат уақыт алады. Ол кезде ұялы телефон аз пайдаланатынбыз. Отадан шықсам, жарымның телефоннан бірнеше рет қоңырау келіпті. Астанаға жеткендерін айтайын деген болар деп қайта қоңырау соқтым. Бірақ телефонды менің Сәниям емес, бөтен ер адам алды. Амансыз ба? Амансыз. Менің әйелім қайда? Оның телефонына неге сіз жауап бересіз деп ашуланып жатып, оның өзін кім деп таныстырғанын да тыңдап жатпадым. Сіздің жұбайыңыз бен балаларыңыз мінген көлік жол апатына ұшырады. Ертерек осында жетуіңізді сұраймыз дегенде тұрған орнында сылқ етіп отыра кеттім. Сәния қалай? Балаларым қалай? Деп сұрадым жылап отырып. Оларды ауруханаға алып кетті деп жауап берді ол. Жеке көлігіммен құстай ұшып айтылған аймаққа бардым. Көліктің сау тамтығы қалмаған. Балаларымның киімдері мен заттары шашылып жатыр. Жүрегім өрекпіп аузымдан шығардай болып барады. Балаларым мен әйелім қайда дем қалшылдап. Қазір сізді оларға алып барамыз. Сабыр сақтаңыз деді бірі. Менің көлігімді жол полициясы айдап келеді. Мен 4 балам мен әйелімнің амандығын тілеп келем. Бірақ бәрі мен күткендей болмады. Олар мені ауруханаға емес, мәйітханаға алып барды. Менің қымбаттыларым жол апатынан тарыдай шашырап қалған екен. Сол мезетте-ақ жан тапсырыпты. Кішкентай ғана балапандарым мен Сәниям жансыз қан-жоса күйде жатыр. Мен сол жерде есімнен танып қалдым. Әрі қарай не дүние төңкеріліп бара жатқандай болды. Дәрігерлердің көмегімен есімді жиып үйіме келдім. Таныстар мен ұжымдастардың демеуімен 4 балам мен жарымды жер қойнауына тапсырдым. Қара жер қашан тойған еді. Мына опасыз жалғанда мені жалғыз қалдырып, бар асылымды алып қойды. Осыдан кейін мен ел қатарлы өмір сүруден қалдым. Менің де өлгім келді. Жұмысым алданыш бола алмады. Бүкіл отбасымнан бір күнде айырылып қалғанымды, енді оларды ешқашан көре алмайтынымды ойласам, жынданып кете жаздаймын. Шындықты қабылдағым келмеді. Сөйтіп жүргенде қан қысымым көтеріліп, миыма қан кетіп қалған екен. Жансақтау бөлімінен бірақ шығыппын.
Содан кейін комаға кетіп қалған екенмін. Дәрігерлердің айтуынша мен комада 1 айдан аса жатыппын. Өмір сүргім келмегендіктен болар, есімді жиюым қиын болыпты. Әуелі Алланың, одан кейін білікті мамандардың арқасында ес жидым. Бірақ сол жақ қолым мен аяғым сал болып қалды. Ауруханадан шыққан соң төсек тартып жаттым. Үкімет беретін азын-аулақ ақшаға күтуші жалдадым. Осыған дейін Сәния екеуміз жинаған ақшаға өмір сүре бастадым. 8 жыл бойы үлкендерге арналған жаялық киіп жаттым. Кеудеден жан шықпаған соң адам бәріне көнеді екен ғой. Бетім бері қарай бастағанда үйімді сатып, жақсы нейрохирургке ота жасаттым. Алланың қалауымен содан кейін жаймен жүре бастадым. Үйімді сатып жіберген соң баспана мәселесі қиын болды. Пәтер жалдауға тура келді. Сонда мен әкесіне ота жасаған өзбек жігіті мені іздеп келіп өз үйіне алып кетті. Әкесінің өмірін аман алып қалғаным үшін өмір бойы тегін тұруға рұқсат етті. Мен қарсы болдым. Аяғыма тұрып жүре бастаған соң жұмыс қарастырдым. Мені бұрыннан танитын кісілер таныстарын алып келіп консультация алатын болды. Өз көліктермен келіп жақын қалаларға да алып кететін. Солай тағы да қаражат жинап көлік алдым. Адал еңбекпен нан табуды жалғастыра бердім. Жұмысыма оралуға денсаулығым әлі де жарамай тұр. Өйткені миға жасалатын ота тым ұзақ болады. Оған менің аяғым жарамайды. Артымда ұрпақ қалса, өмірден өткен Құран бағыштайтын адамым болса деген ниетпен келіншектермен танысып, көңіл жарастырып көрдім, бірақ реті келмеді. Көбіне өтірік айтатындар жолығады, ал мен өтірік айтатындарды жек көремін. Бәрінің аңдығаны, көксегені тек ақша. Мен оларға ақшаны керек болса көмек ретінде де берер едім. Тек менің сезіміммен ойнап, жанымды ауыртқандарын қаламаймын. Бір мейірбике келіншекпен жақсы араласып, көңіл қосып едім. Қаржылай көмектесіп те тұратынмын. Бірде ол аяғы ауыр екенін айтып ақша сұрады. Мен қуанып, оған сенімді болу үшін УЗИге алып бардым. Өкінішке қарай ол да мені алдаған екен. Себебін сұрасам, ақшадан қысылғанын айтады. Содан кейін әйел затына сенбеймін. Мен өлгенде артымнан іздейтін адамның жоғына ішім қанжылайды. Сол күні мен неге олармен бармадым деп өкінемін. Тағдырдың ісіне шара жоқ екенін түсінсем де, жүрегімді сендіру әлі де қиын. Қымбатты достар, жарыңыз бен балаларыңыздың, жақындарыңыздың қадірін біліңіздер. Олармен өткен әр сәтті бағалаңыздар. Себебі өмір қамшының сабындай өте қысқа. Әңгіменің соңы.